Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар? Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Баршаңызды 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтаймыз. Кеше, яғни 8 мамыр күні футболдан 2024 жылғы Қазақстан кубогының ширек финалдық ойындары өтті. Осы бір матчтан тұратын кездесулердің қорытындысы бойынша жартылай финалға өткен 4 команда анықталды. Қостанайлық Тобыл мен елордалық Астананың арасындағы кездесу Қостанай қаласындағы Тобыл аренада өтті. Тобылдың негізгі құрамы қосалқы құраммен шыққан Астанадан басым түсті. Матчтағы шешуші жалғыз голды 20 минутта Мұхамеджан Сейсен қорғаған Астананың қақпасына Ислам Чесноков салды. Ал Атыраудағы Мұнайшы стадионында жергілікті Атырау мен Алматылы Қайрат командалары кездесті. Ойындағы есеп 10 минутта ашылды. Бұрыштама соққысын орындаған Атырау командасының белорусиялық ойыншысы Игорь Стасевич допты бірден қақпаға енгізе алды. Араға 3 минут салып Атырау командасы тағы да бұрыштама соққысынан кейін екінші голдарын салды. Оның авторы Олжас Керімжанов. Ал 17 минутта Атырау қорғаушысы Әділбек Жұмаханов алаңнан қуылып, Атырау қақпасына пенальти белгіленді. Оны орындауға барған Қайраттың бразилиялық сұрмергені Жоао Пауло Атыраудың белорусиялық қақпашысы Егор Хаткевичтен айласын асыра алмады. 10 ойыншы болып қалса да Атырау командасы шабуылдарын тоқтатпады. Олар 3-ші рет бұрыштама соққысынан кейін кезекті голын салған болатын, бірақ ол гол есепке алынбады. Дегенмен алаң иелері дегендеріне жетті. 44-ші минутта Атыраудың словениялық легионері Якоб Новак командасының 3-ші голын салды. Қайрат өз голын ойынның 70-ші минутында ғана сала алды. Оның авторы израилдік футболшы Офри Арат болды. Қанша тырысқанмен бұдан артық Қайрат ойында гол сала алмады. Қорытынды есеп 3-1, Атырау жартылай финалда. Ордабасы Ақтөбе арасындағы сұмдық ойын Шымкент қаласында өтті. Екі команда да негізгі құраммен шықса да, матчтың негізгі уақытында есеп ашылмады. Ал экстра таймды алаң иелері сәтті бастады. Оның бірінші минутында Ордабасының украиналық футболшысы алыстан теуіп гол салып командасын есепте алға шығарған болатын. Ал 103-ші минутта Ордабасының басқа бір ойыншысы да көзге түсті. Айбол Абикен дөрекі ойыны үшін алаңнан қуылды. Осыдан кейін қонақ команда Ақтөбе ойын тізгінін қолына алды. Бірінші экстра таймға қосылған қосымша уақытта Жан Жайродан пас алған Ромеро есепті теңестірді. Ал екінші экстра таймда Жан Жайроның өзі матчтың нүктесін қойды. Ордабасының бірнеше қорғаушыларын алдап өткен ол Бекхан Шайзада қорғаған қақпаның алыс бұрышын көздеп гол салды. Ақтөбе Қазақстан кубогының жартылай финалында. Ал 4-ші ширек финалдық ойында семейлік Елімай мен Петропавлдық Қызылжар командалары Семей қаласындағы Спартак стадионында кездесті. Деңгейлері шамалас екі команда бірін-бірі ала алмай біразға дейін барды. Ойындағы шешуші жалғыз гол 88-ші минутта ғана салынды. Оны алыстан теуіп салған Елімайдың белорусиялық футболшысы Никита Карзун болды. Қорытынды есеп 1-0, Елімай Қазақстан кубогының жартылай финалында. Енді назарларыңызға Қазақстан кубогының жартылай финалында кездесетін командалар жұбын ұсынамыз. Олар Тобыл Атырау және Ақтөбе Елімай. Жартылай финалдық кездесулер 2 матчтан тұрады. Бірінші матч 29 мамырда өтетін болса, қарымта матч 19 маусымға жоспарланған. Ал Қазақстан кубогының 2024 жылғы жеңімпазы 29 қыркүйекте өтетін ақтық ойын финалда анықталады. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан кубогының ширек финалдық ойындарына жасаған шолуымыз аяқталды. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.